Байқадам Қашқынбаев атындағы орта мектебінің 9-шы Ә сынып білім алушысы Мүтәліп Арайлым. Бест видео. Туған өлкенің тарихи-мәдени құндылықтарын дәріптеу барысында Саудакент қалашығы және Шоқайдатқа кесенесі Ықылас Дүкенұлы мемориалы туралы баяндаймын. Я Муталиб Арайлым, ученица 9 А класса средней школы имени Байкадам Кашкынбаева. Бест видео в ходе прославления историко-культурных ценностей родного края. Я расскажу о городе Саудакенте и мавзолее Шокайдатки и мемориале великого лавочника. I am Mutalib Arайлым. People of class 9th A secondary school named after Байкадам Кашкынбаев. This video in the course of glorifying the historical and cultural values of my native land. I will talk about the city of Saudakent and the mausoleum of Шоқайдатқа and the memorial of the great shopkeeper. Саудакент қалашығы, Сарысу ауданы. Саудакент ауылында орналасқан ортағасырлық қала жұртының орны. Саудакент қалашығы ортағасырлық түркі мәдениетінің рухани орталығы. Ұлы жібек жолы жүйесіндегі ірі сауда орталығы болған. Қаланы 1901 жылы Колосов зерттеген. 1946 жылы Марғұлан жүргізген қазба жұмыстары нәтижесінде қала орнынан сырланбаған қыш ыдыстар, мал сүйектері шыққан. Город Саудакент – духовный центр средневековой тюркской культуры. Это был крупный торговый центр в системе Великого Шелкового пути. Город исследовал Колосов в 1901 году. В результате раскопок, проведенных Маргуланом в 1946 году, на расстоянии к села были обнаружены неокрашенные кирпичные сосуды и кости животных. В 1980 году вместо города Жамбулской области историко-краеведческий центр проводил исследования под руководством краеведа Байбысынова. Saudakent City, Sarsu District, place of residence of medieval townspeople, located in the village of Saudakent. The city of Saudakent is the spiritual center of medieval Turkish culture. It was a major trading center in the Great Silk Road system. The city was explored by Kolosov in 1901. As a result of excavations carried out by Margulan in 1946, unpainted brick vessels and animal bones come out of village 1980. Instead of the city, the Jambul regional history and the local Lord Center conducted research under the leadership of local historian Байбусынов. Шоқайдатқа кесенесі 18 ғасырдың архитектуралық ескерткіші. Сарысу ауданының Саудакент ауылының шығыс шетінде орналасқан. Күйдірілген кірпіштен бір күмбезді етіліп салынған. Аумағы 7,4 8,1 метр. Бас фасады биік порталығымен ерекшеленеді. Кіре берісі арқа астында қалып, үлкен есікке ұласады. Екі шеті дөңгелек мұнараға ұласады. Мұнараның жоғарғы жағында жарық түсетін сыналау бар. Шоқайдатқа Қарабекұлы, Қаратау өңірінде ортағасырлық гүлденген қала болған ежелгі Саудакентке 19 ғасырдың басында дүниеге келген белгілі тарихи тұлға. Ол қара қылды қары жарған, әділдігімен, шешендігімен кеңінен танылған. Жастайынан ел басқару ісіне араласып, мәмілегерлігімен аты шыққан. Ол Қоқан хандығы тұсында қызмет етті. Сол жеріне өлшеусіз қызмет жасаған, артында сөзі мен ісі қалған тұлға. Шоқайдатқаның 200 жылдығына орай 2001 жылы Саудакент ауылдағы кесенесі жанына ескерткіш орнатылды. Мавзолей Шокайдатка – памятник архитектуры 18 века. Он расположен на восточной окраине села Саудакент Сарсусского района. Он построен с куполом из жженого кирпича. Площадь 7,4-8,1 метров. Главный фасад отличается высоким порталом. Вход находится под аркой и ведет к большой двери. Оба конца соединены с минаретом дөңгелек. На вершине башни имеется освещенная цифра 7. Шокайдатка Карабекұлы – известная историческая личность, родившаяся в начале 18 века в древнем Саудакенте, который был цветущим средневековым городом в Каратауском районе. Он черный, он получил широкое признание за свою справедливость и красноречие. С юных лет он занимался управлением страной и прославился своими навыками ведения переговоров. Он служил во времена Куканского ханства, и в это время он мечтал о самостоятельном развитии и независимости казачьего народа. И этим он оказал неизмеримую услугу своей страны и земле, оставив после себя свои слова и дела. К десятилетию Шокайдатки везли его в мавзолей в селе Саудакент. В 2001 году был установлен памятник.
Shukay-Datka Mausoleum and the architectural monument of the 18th century. It is located on the eastern outskirts of the village of Saudakent, Sarasu district. It is built with a dome made of the burden bricks, air 7.4 tenths, 8.1 tenths meter. The main facade is distinguished by a night portal. The entrance is under an arch and leads to a large door. Both ends are connected to the Döngelik minaret at the top of the tower. There in illuminated number 7. Shokay Datka Karabekulu is a famous historical figure born at the beginning of the 19th century. Ancient Saudakent, which was a flourishing medieval city in the Karatau region. He was widely recognized for his fairness and eloquence. From a young age, he was involved in the governing the country and became famous for his negotiation skills. The service during Kokan Khanat and at the time the dreamed of the independent development and the independence of the Cossack people, and with this he rendered an immeasurable service to his country and the land, leaving behind his word and deeds. To the 200th anniversary of Shokay Datka near his mausoleum in the village of Saudakent is 2001, a monument was erected.